Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен лағманханада ұсынылатын гюру лағманды үй жағдайында дайындап көретін боламыз. Дәмі дәл кафедегідей болып шығатын гюру лағманды менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қараңыздар. Ең алдымен етімізді маринаттап аламыз. Бізге осындай кристаллики керек болады. Дәл осы суреттегідей аласыздар. Және де осындай чеснок қажет болады. Бір дана жұмыртқа, крахмал, қант, тұз қажет болады. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Видеода көрсетілгендей жіңішке жапырақ тәрізді қылдырып барлық етімізді турап аламыз. Қажетті ингредиенттерді видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден кіріп қарап көрсеңіздер болады. Дәл осындай жіңішкелікте етіміздің барлығын турап аламыз. Егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда менің каналыма қолдау көрсетіп, каналыма тіркеліп, жаңадан шығатын видео рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Енді тұзымызды және де қантымызды қосамыз. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қалдырамын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Кристаллики қосамыз. Кептірілген чесногымызды қосамыз. Және де бір дана жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің тұзымыз, қантымыз еру үшін жақсылап араластырып аламыз. Енді осы қоспамыздың үстіне крахмалымызды қосамыз. Крахмал бізде етімізді тез пісіру үшін қажет болады, сондықтан міндетті түрде қосамыз. Кукурузный крахмал қостым, өлшеп қосатын боласыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді бұл етімізді маринатқа қалдырамыз. Біздің басқа заттарымызды турап алғанға дейін бұл етіміз маринатта тұратын болады. Дәл осылай маринаттаймыз. Енді лағманның дәмін келтіретін заготовкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге имбир және де чеснок қажет болады. Ең алдымен имбирімізді ұсақтап, жақсылап турап аламыз. Мен бұл жерде имбирді көбірек алдым, себебі басқа да заттарды дайындау үшін осылай көбірек турап алдым. Сіздер астында описанияда жазылған ингредиенттерді өлшеп аласыздар. Сол бойынша қосасыздар. Мен бұл жерде 3 адамдық лағманның порциясын дайындап жатырмын. Егер де сіздер көбірек жасайтын болсаңыздар, онда астындағы ингредиенттерді көбейтіп жасасаңыздар болады. Келесіде чесногымызды да дәл солай ұсақтап турап аламыз. Барлығын турап алып, үстіне сонша грамм су қосамыз. Мысалы, имбирді біз 50 грамм алсақ, үстіне 50 грамм су құямыз. Чеснокта да дәл солай. 50 грамм чеснок турасақ, үстіне 50 грамм су құйып, заготовкасын дайындап қоямыз. Бұл бізде, пока біз етімізді қуырып дайындағанша, осылай суда дайын тұру керек. Үстіне су құямыз, тағы да бұны қойып қоямыз. Енді лағманның подливін дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай пекин капустасының қатты жері қажет болады. Бір дана қызанақ, бір дана пияз, болгар бұрышы және де сельдерей қажет болады. Міне осындай пекин капустасының қатты жерін кесіп аласыздар. Сельдерейдің де дәл солай қатты жерін кесіп аласыздар. Жапырағынан басқа нәрсеге қоссаңыздар болады. Қалауыңыз бойынша әртүрлі формада дайындасаңыз болады. Мен осылай қиғаштап турап дайындап алдым. Барлығын жапырақ тәрізді турап, алдын ала дайындап қоямыз. Пекин капустасын дәл осылай турап алдым. Енді болгар бұрышында дәл солай турап аламыз. Қалауыңыз бойынша үлкен жапырақтар тәрізді турасаңыздар да болады. Барлық болгар бұрышын осылай турап, ыдысымызға салып аламыз. Енді сельдерейді де дәл солай ұзынша қиғаштап қылдырып тураймыз. Бұл бізде лағманның ерекше дәмін осы сельдерей және де имбир береді. Сондықтан міндетті түрде бұл нәрселерді қосуымыз қажет. Енді пиязымызды тураймыз, ұсақтап, төртбұрыштап турап аласыздар. Қызанағымызды да дәл солай ұсақтап, төртбұрыштап турап аламыз. Біз барлық заттарымызды дайындап алдық. Енді майымызды қыздыра берсек болады.
Барлығын турап ыдысымызға салып аламыз. Міне бізге қажетті заттар: маринадталған ет, пекин капустасы, болгар бұрышы, сельдерей, пияз, помидор, су қажет болады, кристаллики, имбир, чеснок, тұз, соявой уксус және де соя тұздығы қажет болады. Осындай лапиза қажет болады. Базарларда сатады. Мен осылай ладжан деген түрін алдым. Томат пастасы қажет болады. Барлығын дайындап аламыз. Себебі бізде қазір майымызды қатты қыздырып алған кезде барлығы дайын тұру керек. Тез қуырып аламыз. Бір кесе май құйдым. Осылай майды көптеу құясыздар. Және де қатты қыздырып тұрған кезінде етті саласыздар. Етімізді жақсылап қызартып қуырып аламыз. Осылай көп майға қуырып алсаңыздар, еттеріңіз жұмсақ болып пісетін болады. Дәл осылай қуырып алғаннан кейін үстіне пекин капустасын қосамыз. Пекин капустасын көбірек қуырмаймыз, бір қабат осылай араластырып аламыз. Содан кейін сельдерейімізді қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Болгар бұрышын қосамыз. Оны да осылай бір қабат қана жақсылап араластырып аламыз. Шамамен 1-2 секунд көлемінде. Көп араластырмаймыз, себебі біздің капустамыз бен болгар бұрышымыз ішінде шикелей қытырлап тұрып жүру керек. Сондықтан көп араластырсаңыздар, олар қатты емес, жұмсақ болып кетеді. Сондықтан 1-2 секунд көлемінде ғана араластырып аласыздар. Енді бетін жауып 1 минут көлемінде бұқтырып аламыз. Содан кейін осы қоспамызды сүземіз. Жәнегі біздің артық майларымыздың барлығын сүзіп алып тастаймыз. Енді келесі кішкене майымызды құямыз. Бұл жерде біз қызанақты және де пиязды қуырып аламыз. Қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Және де үстіне қызанағымызды саламыз. Оның үстіне туралған имбирімізді саламыз. Оны суымен бірге қосамыз. Және де чесногымызды саламыз. Оны да суымен бірге қосамыз. Барлығын осылай қуырып аламыз. Томат пастасын қосамыз. Және де ашты лапизамызды қосамыз. Бұның барлығын арасын 1 секундтан осылай тез қуырып аласыздар. Бетін жауып бұқтырамыз. Соя тұздығын қосамыз. Және де соя уксусын қосамыз. Соя уксусын қосу маңызды емес. Бұл бізде соя уксусы тамаққа кішкене қышқыл дәм беру үшін қажет болады. Және де дәміне қарай тұз қосамыз. Енді осының үстіне бағана қуырып алған подливымызды құямыз. Осынша май артылып қалады. Осы подливымызды осының үстіне қойып, бір қабат араластырып, және де кішкене мөлшерде су құясыздар. 1 минут көлемінде қайнатып бұқтырып аласыздар. Біздің лағманымыз дайын болды. Дәл осылай бетін жауып бұқтырып 1 минут көлемінде оттың астын өшіресіздер. Содан кейін ыдысымызға салып, ұсына берсек болады. Бұл менде 3 адамға арналған порция. Қажет болса көбірек астындағы описание бөліміндегі ингредиенттерді көбейтіп жасасаңыздар болады. Біздің лағманымыз дайын болды. Дәмі дәл кафедегідей болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтын болады. Және де бұл жерде лағманның қамырын мен алдыңғы видео сабақта түсіріп көрсеткен болатынмын. Егер де сіз әлі көрмеген болсаңыз, онда міндетті түрде кіріп қарап көріңіз. Лағманның қамыры идеальны болып, бір тегіс болып созылады. Сондықтан осылай жасап көріңіздер. Баршаңызға рахмет. Ас болсын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.